Бүгінгі тақырып өңдеуші сала. Тақырыпқа кіріспес бұрын бүгінгі тақырыпқа қатысты терминдермен танысып алайық. Біріншісі ол өңдеуші өнеркәсіп, екіншісі қара металлургия. Өңдеуші өнеркәсіп дегеніміз өнеркәсіп және ауыл шаруашылық шикізатын өңдейтін өндірістердің жиынтығы. Қара металлургия дегеніміз кендік шикізаттарды өндіру және байыту арқылы шойын, болат, прокат, құбыр, темір қорытпалары мен ұнтақтары, легерленген металл, отқа төзімді және екінші реттік өңделген қара металл өнімдерін шығаруға маманданған сала. Енді өңдеуші салалардың түрлеріне тоқталатын болсақ, олар байырғы салалар бар, жаңа салалар бар және ең жаңа салалар. Байырғы салаларға тас көмір, қара және түсті металлургия, тамақ, жеңіл өнеркәсіп, кеме жасау, ағаш өңдеу жатса, жаңа салаларына машина жасау, алюминий өндіру, химиялық талшықтар мен пластмасса өндірісі жатады. Ал ең жаңа салаларына микроэлектроника, робот жасау, есептеуіш машиналар, атом және әуе ғарыш өндірісі жатады. Енді қара металлургияның маңызына тоқталатын болсақ, қара металлургия өнімдері өнеркәсіп пен құрылыс үшін аса қажетті конструкциялық материал болып саналады. Қара металлургия тау-кен, көмір, химия, энергетика, түсті металлургия сияқты басқа салалармен тығыз байланысты. Болат өндірісінде Азия елдері дүние жүзінде өндірілетін болаттың 5-2 бөлігін өндіреді. Орталықтары негізінен жағалауда шоғырланған. Әлемдегі болаттың 40%-ін металл сынықтарын қайта балқытып алынатындығы және бұл қоршаған ортаға әсерді азайтады. Соны білу қажет. Енді түсті металлургия тоқталатын болсақ, дүние жүзіндегі түсті металлургиясының орналасуы мен құрылымының өзіндік ерекшеліктері бар. Мысалы, дамыған елдерде түсті металдарды екінші қайтара өңдеуге көшу байқалады, ал сонымен қатар дамыған елдерде өндірістің таза, жоғары сатылары көп. Ал дамушы елдерде бастапқы сатылар, лас сатылар басым екен. Мысалға, мына 21-ші кестеге назар аударатын болсақ, бұл кестеде Максаковский бойынша дамыған және дамушы елдердегі түсті металлургияның басты ерекшеліктері көрсетілген. Мысалы, дамыған елдерде сала құрылымы тармақталған, оған алуан түрлі сирек металдарды балқытуда енеді. Одан кейін өндірісте металлургиялық өңдеудің ақырғы, яғни жоғары сатылары басым болады. Үшінші, шикізатты екінші қайтара өңдеу кеңінен қолданылады. Төртінші, орналасуы көлік, энергетикалық және тұтыну факторларына бағдарланады. Ал дамушы елдерде ресурстармен жеткілікті қамтамасыз етілген, сала аз тармақталған, мұнда өндірістің төменгі және орта сатылары басым. Екінші қайтара өңделетін шикізат салыстырмалы түрде аз қолданылады. Орналасуы шикізат пен энергетикалық шикізатқа бағдарланады. Енді машина жасауға тоқталатын болсақ, машина жасау өңдеуші өнеркәсіптің жетекші салаларының бірі. Өнеркәсіп өнімінің 36-40% осы салада өндіріліп, өнеркәсіпте 1/3 жұмыс істейді. Қазіргі заманға машина жасауда 300-ден астам өндіріс түрі бар және миллиондаған түрлі өнім шығарады. Мысалға, осы машина жасауда халықаралық корпорацияларды атайтын болсақ, бұл General Motors, Ford Motor, General Electric, бұл ақш-тың компаниялары. Daimler, Chrysler, Siemens, бұл Германияның атақты корпорациялары. Mitsui, Mitsubishi, Toyota Motor, бұл Жапония корпорациялары. Енді орналасу мен даму тенденциясына келетін болсақ, машина жасаудың орналасуы бастапқыда металлға бағдарланған, ал соңғы 10 жылдықтарда маман, жұмысшы күші, ғылыми зерттеу орталықтары және инфрақұрылымы дамыған ірі қалаларға шоғырлану байқалады. Болашақта сала кәсіпорындарының барлық жерде біртіндеп таралуы күтіледі. Енді химия өнеркәсібінің маңызына тоқталатын болсақ, химия өнеркәсібі ел экономикасының даму деңгейінің айқын көрсеткіші бола алады. Ғылым мен техника жетістіктерінің өндіріске жедел енгізілуі бойынша химия өнеркәсібін электроникамен салыстыруға болады.
химия өнеркәсібінің өзіндік ерекшеліктері бар. Оны біз 76-шы суреттен көре аламыз. Мына 76-шы суретте химия өнеркәсібінің ерекшеліктері берілген. Бірінші, өндірісте алуан түрлі құрамы жөнінен әркелкі шикізат түрлері пайдаланылады. Салалық құрылымы өте күрделі, энергияны, әсіресе жылуды көп қажет етеді. Кейбір салаларында су көп мөлшерде пайдаланылады. Ғылымға негізделген ең жаңа өндірістер бар. Жаңа салаларда адамның күнделікті өмірі мен денсаулығына қажетті және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған өнімдер шығарады. Шығаратын өнім түрлері өте көп. Бұл көрсеткіш бойынша тек машина жасау өнеркәсібіне ғана жол береді екен. Енді ағаш өңдеу және целлюлоза қағаз өнеркәсібіне тоқталатын болсақ, ағаш өңдеу өнеркәсібі өнеркәсіптің ең ежелгі салаларының бірі болып табылады және басқа салаларды құрылыс материалдарымен және шикізатпен қамтамасыз етті. Құрамына ағашты бастапқы өңдеу, целлюлоза, қағаз өнеркәсібі және жиһаз жасау кіреді. Саланың орналасу ерекшелігі ол шикізат фактормен анықталады. Кәсіпорындар негізінен ағаш дайындайтын аймақтарда шоғырланады. Целлюлоза бұл қағаз өндірісінде 1 тонна дайын өнімге 1,5 тонна шикізат пен материалдар жұмсалады. Целлюлоза өндірісі қылқан жапырақты ағаш беретін солтүстік орман белдеуінде шоғырланған.